Даналықтың ұраны. Даналық көштелерде шақырады, алаңдарда дауыстап жар салады. Жұрт жиналған жерлерде дауысы шығады, қала қақпасы алдында уағыз айтады. Аңғалдар, қашанғы аңғалдықты сүйесіңдер? Мазақшылар, қашанғы мазақтай бересіңдер? Ақымақтар, қашанғы білімді жек көресіңдер? Кәне, менің тәрбиеме құлақ түріңдер. Сонда сендерге рухымды молынан төгемін, айтатын сөздерімді түгел білдіремін. Бірақ шақырсам да, таңдаудан бас тарттыңдар. Құшағымды жайсам да, назар аудармадыңдар. Ақыл кеңесіме мүлдем ден қоймадыңдар. Ескертулерімді де қабылдамадыңдар. Сол үшін қиналған кездеріңде күлемін. Үрейлерің ұшқанда келе кетемін. Қорқыныш сұрапыл дауылдай соққанда, зобалаң бастарыңа құйындай туғанда, қайғыға ұшырып сендер тарққанда. Сонда естімеймін мұндайлар шақырғанмен, мені таппайды шарқ ұрып іздегенмен, өйткені олар білімді жек көрген. Жаратқанды қастерлегілері келмеген. Ақыл кеңесіммен менің безіп кеткен. Бар ескертулерімді менсінбей жүрген. Сондықтан олар істерінің жемісін жейді, өз қулық сұмдықтарына кенеледі. Аңғырттың қыңырлығы өзін күйретеді. Аңғалдар бейқамдығы өз түбіне жетеді. Ал мені тыңдаған қауіпсіз тұрады. Еш пәледен қорықпай алаңсыз болады.